Одан кейін сұрақты аша кетейік. Ілімге қалай махаббат қоюға, ілімге тоймайтын, тек ілімді ойлайтын дәрежеге қалай жетеміз дейді. Бұл адамның ішіндегі талпынысы негізі. Өзі осы ғылымды оқимын деп соған қарай шабыттанатын болса, шабыты арта береді негізі. Ол қарап тұрып бір ғылымға көңіл ашылып кетпейді. Адамның түсінгенін бір нәрсені, білім үйренгендігін неден білуге болады? Ол иә деген жауап емес деген, шәкірттің жүзіндегі қуаныш деген. Бір нәрсені сіз естіген кезде көңіліңіз толып, жаңағыдай риза болып қалсаңыз, үйрендіңіз деген сөз сол нәрсені. Әйтпесе ол үйренген нәрсе емес. Әшейін басты изеп отырған, ол ғылым үйренгендікке жатпайды екен. Жалқаулықты, ұйқыны қалай жеңеміз дейді. Жалқаулықтың ұйқыны негізінде қашыратын нәрсе басқа нәрсеге деген талпыныс сол. Ғылым үйренем деп өзі, осыны оқып алайын деп алдына бір мақсат қойса, мысалы бір ғылым кітапты үйренді. Барлық саланы жақсы меңгере алмауың мүмкін, бірақ бір саланы үйренуге болады. Мысалы фиқхты жақсы көреді адам, Құранды жақсы көреді. Осыны жаттап алайын деп талпынып жүрген адам көп ұйықтамайды өздігінен, ол махаббат ашылады содан. Содан бір нәрсеге зейін қою керек. Сонда адам талпынысы өзі ұйықтатпайды, адамды алып келеді. Мысалға, біреуді қазір күтіп алу керек болып тұрса, сіз ұйықтап қалмайсыз ғой? Ұйықтай алмайсыз. Бару керек болып тұр. Тура сол жақтан жаттап алу керек кезде адам ұйықтамайды. Өйткені сол маңызды екендігін өзі көріп тұрғандықтан. Ілімдегі әйел адам орны өте жоғары, әйелге ілім алу шарт. Алайда мұны көп адамдар теріске шығарады. Пікіріңіз, ұстаз, ойыңыз қандай? Қыз баласының оқуына қарсы болатын кейбір адамдардың бар екенін айтып жатыр. Оған адамдар ойбай қыздың оқығаны қажет емес деген. Дұрыс емес, оқу керек. Қыз балалары оқу керек міндетті түрде. Өйткені болашақ ана баласына үйрету үшін ол білу керек. Қыз баласы зерек болу керек. Ертең сендерде жастарсыңдар, үйленетін уақытта зерек болған, ақылды болған, шапшаң болған сондай қыздарға үйленіңдер. Түсіндіңдер ме? Өйткені баланы тәрбиелейтін қыздар болғаннан анасы болғандықтан біз ана үндемейтін, жаңағы еріп жүре береді, не айтсаң да мақұлдай беретінді көп жігіттер жақсы көреді сондайды. Үндемейтін болса болды, әйтеуір маған деген сияқты. Ол деген сөз түк бітірмейді деген сөз. Балаңызды оқытамайды, тәрбие де бермейді. Тірі болған, білім оқыған, жаңа сергек, ол төбелес шығарып жіберетін болса да, бірақ басқа жағын алып жүретін болады. Соның үшін қыз баласының оқуы деген өте маңызды, ертең ана болғанда да оның рөлі өте жоғары болады. Соның үшін қыз баласының оқуы, көзі ашық болу деген керекті. Ол дұрыс емес, жаңағыдай қыз баласы оқымау керек деген нәрсе. Ол анасы надан болатын болса, балаға не үйретеді ол? Болмайды, үйрену керек. Ол ғылымның кез келген түрі. Қазір сосын жұмыстар бар, мысалға садиктегі балаларды қарайтын жұмыстар, мұғалімдікте, мына әйелдерге қатысты не бар ғой? Дәрігерлік. Ана әйелдер босандыратын жақта, әйелдер тексеретін жерде кез келген дәрігерден әйел дәрігер таппай қиналасыз. Еркектер бар. Әйеліңізді, қызыңызды алып баратын болсаңыз, дәрігер жоқ, бәрі еркектер отыр. Әйел адам жоқ. Соның үшін әйел кісі зәру қазір, керек оның барлығы. Сол мамандыққа да. Ол не екен? Бұның барлығына адам талпыну керек, сол жаққа қарай оқытуымыз да керек. Ол да керек екен.